Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Алматы облысына арнайы жұмыс сапарымен келіп отыр. Жұмыс сапары шеңберінде Алматы облысының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен кездесу өткізілді. Кездесуде ауыл шаруашылығы министрі осы ауыл шаруашылығы саласында жасалынып жатқан жұмыстар жайлы толығымен айтып өтті. Оның ішінде мынау қаржыландыру мәселелері, субсидия мәселелері және де мынау балық шаруашылығы, мал шаруашылығы, тағы да басқа салаларын дамыту туралы қысқаша тоқталды. Сонымен қатар Алматы облысы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер тарапынан осы саладағы кейбір мәселелер туралы, оның ішінде балық шаруашылығының дамыту мәселелері, мал шаруашылығы және де кредиттеу бағдарламаларының кейбір талаптарлары бойынша қосымша сұрақтар қойылып, олар бойынша жауаптар берілді. Сонымен қатар кейбір мәселелер бойынша тиісті мынау қаржыландыру институттарының өкілдері келіп отыр. Сонымен қатар бүгін және де салалық басқармалар келіп отыр. Министрліктен тиісті тапсырмалар берілді. Олар сол тапсырмалар орталық деңгейінде қарастырылып, қосымша тиісті шешімін табу бойынша жұмыстар жүргізілетін болады.